балаларым, біз отбасымызбен бірнеше кітаптар оқыдық, соның ішінде мынау аналарының оқығаны Мұхтар Мағауиннің Тазының өлімі деп аталатын әңгімесін сендерге қысқаша байқап берейін. Бір Қазы атты ақсақалдың Лашын атты таз иті болыпты. Тазы өте ақылды, аңға шықса құр қайтпайтын, тіптен 2-3 түлкіден аулап қайтады екен. Осылай Қазы өзінің Лашынына разы болыпты. Тіпті сол ауылдың еркек кіндіктері, ер азаматтардың барлығы түлкі тымаққа қарық болыпты. Міне осылай араға бірнеше жыл салып, Лашынның иесіне деген разылығы да, тіпті иесінің раз екенін сезетін оның сезімі де пайда бола бастады. Bir күні Қазы бір айықпас дертке душар болыпты. Сол дерттің кесірінен бұл өмірмен қоштасыпты Қазы. Осылай анандай ауылдың 1-2 шақырым жерінде төмпеген төмпешіктің астында Қазы жатыр дейді. Лашын айтады: менің ием қайда? Неге менің ием келмейді? Неге келіп мені еркелетпейді? Неге біз аңға шықпаймыз деп Лашын көңілсізденіп жүріпті. Тіпті Қазының әйелі Кәмила Лашынға да дұрыс қарамайтынды шығарыпты. 3-4 күн тамақ ішпейді. Менің бұл өмірге керегім не? Менің ием де жоқ деп Лашын таң сәскеде жолға шығыпты дейді. Барып өзінің иемнің қасында болайын деп. Міне осылай Лашын аяңдап келе жатыр. Алдынан бірнеше түлкі де қоян да шығады. Бірақ оған Лашынның деген ол қоянға шабуыл жасау деген Лашынның ойына да келмейді. Оның бәрі күн ішінде ары қарай жүре береді. Міне осылай келе жатқанда кенет бір түсініксіз жайт пайда болады. Лашын кілт тоқтап қарап қалса, анада жерде ыржиып Қазыны көреді. Қол бұлғап шақырып тұрғанын көреді. Мынау менің ием ғой, мынау менің ием ғой деп арсалаңдай жүгірген кезде кенет тағы да бір түсініксіз жайт пайда болды. Сөйтсе Лашын малшылардың аңға құрып қойған қақпанын түсіп қалған екен. Осы қақпанмен Лашын біраз арпалысқан. Аяғын шығару үшін біраз арпалысқан. Бірақ ешқандай да тегі, тіпті күші де, қуаты да, әл-ауқаты да қалмады. Бірақ дегенмен де менің мақсатым бұл емес қой деп, бар күшін әупірімдеп, 2 аттам жерге жетіп, өзінің иесі Қазының төбешігінің қасына жетіпті. Міне сол күні түнімен ұлып шығыпты. Бұл дүниемен қоштасты Лашын. Ұлыды, жылады тіптен. Таң ата бұл жерге 3 бөлтірігін ертіп қасқа келіпті. Бізге бір жақсы азық табылды ғой кәнеки деп. Бірақ Лашын тағы да мұңайлықпен бермеді. Олармен арпалысты. Бірақ бойында күш қуат жоқ. Әбден қалсырап қалған. Міне осылай жаңағы 3 бөлтірік Лашынды жеп қойды. Көктем келіп, Қазының ұлы Әділ мен әкесі Омар топырағын сипап қайтайық, баламыздың мазаны көріп қайтайық. Олар келіп құран бағыштады. Бірақ сол жерде тіпті Лашынның қанының қалғанын олар сезбеді де. Мінекей, осылай Лашын өліммен қоштасты. Қазақта жақсы бір сөз бар емес пе? Итті де иесімен қинасын дейді. Лашын бұл 7 қазынаның бірі өте ақылды күшік болды. Өзінің иесінің жоқ екенін көріп, бұл да бұл өмірде не үшін менің өмір сүруім керек деп осылай өмірмен қоштасты.